Бүгін біз Canva'ның көмегімен интерактивті презентацияларды қалай жасауға болатынын қарастырамыз. Интерактивті презентациялар оқушыларды сабаққа белсенді қатысуға итермелейді, оларды материалды жақсырақ түсінуге ынталандырады және білімді қабылдау процесін қызықты етеді. Презентацияның бірінші бетін интерактивті ету үшін мына суреттің орнына біз бейне қояйық. Мына бетке төтенше жағдай министрлігіне гиперсілтемені қосу үшін біз мына жерде элементтерде көрсеткіні таңдаймыз. Және мына үстіне шыққан үш нүктені бассақ, мына жерге сілтеме деген шығады. Осы жерге сілтемені қосамыз. Дайын. Осы элементті басқанда бізге төтенше жағдай министрлігінің сайты ашылады. Презентацияның ішіндегі басқа парақтарға да сілтеме қосуға болады. Сонда мысалы мына батырманы басқанда жаңағы біздің қойған сұраққа жауаптар осы презентацияның бір бетінде ашылады. Ол үшін біз үш нүктені басамыз және сілтемеде осы презентацияның 11-ші бетіне жауаптар берілген 11-ші бетке сілтеме қосамыз. Осы көрсеткіні басқанда 11-ші бет ашылады. Презентацияға YouTube-тан видео қоссақ болады. Ол үшін біз қолданбаларды ашамыз Canva'ның ішіндегі және YouTube-ты таңдаймыз. YouTube-та видео табу үшін, бейне табу үшін сіз Canva'дан шықпайсыз. Жер сілкінуге бейне іздейік YouTube-тан. Мысалы мынаны таңдасақ болады. Презентацияны көрсеткенде осы видео ашылады. Слайдтар арасындағы өтулерді қолданып, бір слайдтан екіншісіне ауысуды жылдам және динамикалық етіп жасауға болады. Жерге басамыз және өтулердің біреуін таңдаймыз. Төмен жақта барлық беттер арасында қолдануды басу керек. Презентация жасап жатқанда презентация көрінісін пайдаланып, слайдтарыңызды басқаруға және аудиториямен тікелей сұрақ жауап арқылы байланысуға болады. Ол үшін төмен жақтағы белгіні басамыз. Start new session. Canva QR кодты көрсетеді. Осы QR кодты скандап, оқушылар немесе әріптестер презентация кезінде сізге сұрақ қойып, немесе комментарий қалдыра алады. Canva презентациясына Google Forms немесе басқа сауалнама құралдарын енгізу арқылы кері байланыс жинап, немесе аудиторияңыздан жауап алу үшін пайдалануға болады. Mentimeter сайтында тегін опциясын пайдаланып, біз осындай анкета құрдық. Енді қазір шие бөлісу дегенді бассақ, ол мына жерден код шығарады. Осы QR кодты пайдаланып, жаңағы сауалнаманың сұрақтарына жауап беруге болады. Презентацияда жеке элементтерге анимация қосуға болады. Ол үшін элементті таңдаймыз және анимацияның мына түрін таңдасақ, онда көбелекті сала гүлге қондыру керек дейміз бізге. Дайын. Презентация көрсеткенде ол былай ұшады. Презентацияға GIF қосуға болады. Ол үшін Canva'ның ішіндегі қолданбаны ашамыз. Giphy деген. Өкінішке орай, бұл жерде ағылшынша ғана іздеу жүргізуге болады. Мысалы, scientist деп жазсақ, ғалым, сонда мынандай GIF-тар шығады. Осының біреуін презентацияға қоссақ болады. Canva арқылы интерактивті презентацияларды жасау өте оңай және қызықты. Бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді, ал оқушыларға материалды тиімді меңгеруге мүмкіндік береді. Оқушылардың білім алу процесін жандандыру үшін Canva'ның барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, шығармашылық презентациялар жасаңыз.